Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 7-11 шілде аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаевтың қатысуымен органдары қарай цифрландыру мәселесі бойынша кеңес өтті. Оған агенттік қызметкерлерімен қоса Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілінің орынбасары Виталий Времиш пен цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Абылайхан Оспанов қатысып, агенттіктің жаңа жобалары талқыланды. Мемлекет басшысының аса қажетті дәрі-дәрмектердің негізсіз қымбаттау фактілері бойынша берген тапсырмасына сәйкес, агенттік халықпен кері байланыс орнату және заң бұзушылықтарды анықтау мақсатында арнайы үндеу жариялап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ортақ WhatsApp нөмірін ұсынды. Енді кез келген азамат тәулік бойы 8-702-000-24-94 нөміріне хабарласып, елдегі дәрі-дәрмектің бағасын көтеру фактілері бойынша фото және бейнематериалдар жолдай алады. Орын алған фактілер бойынша агенттік тарапынан тиісті шаралар қабылданатын болады. Агенттік 7 шілдеден бастап СК Фармация жеке шаруашылық серіктестігі қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдауды бастады. Талдау 31 шілдеге дейін жалғасатын болады. Осыған орай агенттіктің превенция және парасаттылық департаменттерінің қызметкерлері республикалық адалдық алаңының жетекшісі Төлеген Байғұловпен бірлесіп СК Фармацияның сақтау қоймасына барып, ондағы дәрі-дәрмектер тексерді. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбектің төрағалығымен облыс аумағындағы дәріханалар желісінің дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілу мәселесі бойынша Zoom режимінде жиналыс өтті. Онда агенттіктің Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Денис Шакенов облыстағы дәрі-дәрмек бағасына жүргізілген мониторинг нәтижесі туралы баяндады. Департамент басшысы ұсынған ақпаратқа сәйкес облыстағы Аманат дистрибьюторының қоймасында маусым айынан бастап дәрі-дәрмек жеткілікті болғанымен, оған дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы тарапынан тиісті сертификаттың уақытылы берілмеуі салдарынан өңірде дәрі-дәрмек тапшылығы орын алған. Өңір басшысының тікелей араласуынан соң аталған мәселе тез арада шешімін тауып, облыстағы дәрі-дәрмек тапшылығы жойылды. Елдегі карантин режимінде қалыптасқан жағдайға байланысты дәрі-дәрмекке жасанды тапшылықты, оның бағасын қымбаттатып сату фактілерін анықтау бойынша барлық өңірде жұмыс топтары құрылды. Оның құрамына агенттіктің аумақтық департаменттерінің қызметкерлері, адалдық алаңы жобалық кеңселері мен арнайы мониторинг топ мүшелері және мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері кірді. Осы аптада аталған жұмыс тобының мүшелері 100-ден аса дәріхананы, 14 медицина бұйымдарының қоймасын және 5 аурухананы тексерді. Тексеріс барысында дәрі-дәрмектерді мамандандырылған дәріханалар мен ғимараттардан тыс сату және бағасын асырып сату, дәріханалардың лицензиясыз жұмыс істеу фактілері анықталды. Атап айтқанда Нұр-Сұлтан қаласында C3, Алматы облысында аспирин кардио, Зитмак, ципролет препараттары, Батыс Қазақстанда бетперделер бірнеше есе қымбатқа сатылса, Жамбыл облысында парацетамол тапшылығына қарамастан ол базарда тиісті рұқсатсыз сатылып келген. Сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда және Түркістан облыстарында лицензиясыз жұмыс істеп келген дәріханалар анықталды. Анықталған фактілер бойынша тиісті шаралар қабылдануда. Антикор Лайф жобасының аясында мемлекет басшысының аса қажетті дәрі-дәрмектердің негізсіз қымбаттау фактілерін тоқтату бойынша берген тапсырмасына сәйкес, Республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Төлеген Байғұловтың, Республикалық арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьеваның, пандемия кезіндегі кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігі туралы продюсер режиссер Нұртас Адамбайдың қатысуымен Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ Антикор Ньюс жобасының аясында дәрі-дәрмекті алып сату фактілерін жою жұмыстары мен агенттіктің жедел тергеу жұмыстары туралы агенттік қызметкерлерінің қатысуымен онлайн брифинг өтті. Азаматтармен онлайн режимдегі байланыстың тиімді құралына айналған агенттіктің Антикор Лайф жобасының аясында агенттіктің барлық аумақтық департаменттерінде 91 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 108 тікелей эфир өтіп, ол 97 мыңнан аса қаралым жинады. Агенттіктің адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 86 тікелей эфир өткізіліп, шамамен 48 мыңнан астам адам қамтылып, 17 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Адал көмек жобасының жетекшісі танымал адвокат Айман Омарова Батыс Қазақстан облысының тұрғындарымен тікелей эфир өткізіп, тегін заңдық кеңестер берді. Осы аптада Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен Сарысу және Мойынқұм аудандарында сервистік әкімдік ашылды. Сондай-ақ халыққа қызмет көрсетудің сервистік үлгісі Ақмола облысының Қорғалжын ауданында, Алматы қаласының Әуезов ауданында ашылды. Сервистік әкімдік азаматтарға қажетті қызметтер мен құжаттарды бір терезе қағидасы арқылы жылдам әрі сапалы алуға мүмкіндік бермек. Агенттік құқықтық тәртіпті сақтау, сыбайлас жемқорлық бұзушылықтардың алдын алу және оның жолын кесу қызметі бойынша жедел тергеу қызметін қарқынды жүргізуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет осы аптада бірқатар қылмыс фактілерін тіркеді. Атап айтқанда Қостанай облысы бойынша департамент Қостанай қаласы әкімінің орынбасары мен әкімдіктің өзге де лауазымды тұлғаларына қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Павлодар облысы бойынша департамент облыстық азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиалының әлеуметтік төлемдердің ведомствоаралық есептеу орталығы департаменті басшысының бұрынғы орынбасарына қатысты жалпы сомасы 8 миллион 100 мың теңге бюджет қаражатын жымқыру күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қарағанды облысының Жезқазған өңірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Жезқазған қаласының құрылыс бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты 23 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департамент Есіл ауданы әкімінің
башчысынын орун басары мен Селолук округу акимине катысты лауазымдык өкүлеттиктерин асыра пайдалануу аркылы мемлекетке 2,5 миллион теңге көлеминде материалдык чыгым келтирүү күдүгү боюнча сотко дейинки тергөө баштады. Алматы облусунун сыбайлаш жемкорлукка каршы кызмет аталган облустагы улуттук коопсуздук комитети департаменти менен бирлешип, Текелі ауданы аким аппаратынын башчысына катысты 1,5 миллион теңге пара алуу күдүгү боюнча сотко дейинки тергөө баштады. Сондай-ак укталуу кезинде күдүктүү окуйга орнунан жасырынбак болуп, өзенге секирип агып кете жаздаган. Алайда ол сыбайлаш жемкорлукка каршы кызметтин кызметкерлери менен куткарылып, департаментке жеткизилди. Аталган департамент индустрия жана инфракурулумдук дамуу министрлигинин курулуш жана тургун үй коммуналдык шаруашылык иштери комитетинин мемлекеттик жобалардын ведомстводон тыш сараптамасы филиалынын башчысы менен жеке шаруашылык сериктестигинин башчысына катысты мемлекеттик сараптама жүргүзүү үчүн 1 миллион теңге сомасында пара алуу жана пара берүү күдүгү боюнча сотко дейинки тергөө башталды. Сондай-ак осы аптада сыбайлаш жемкорлукка каршы кызмет менен аякталган иштер боюнча 34 тугага катысты 22 айыптоо өкүмдөрү чыкты. 12 адам бас бостандыгынан айрылса, 9 адамдын бас бостандыгы шектелип, 13 жылга айыппулга сотталды. Айыппулдун жалпы сомасы 50 миллион теңгени курады. 2-шилдеде Алматы калаасы Бостандык ауданынын номер 2 аудандык сотунун өкүмү Алматы калалык сотунун бурунку судьясы Сейитов аркылы 1000 АКШ доллары көлеминде пара алуу фактысы боюнча өмүр боюна мемлекеттик кызметте лауазым аткаруу укугунан айыруу менен Алматы калаасы Бостандык аудандык сотунун төрагасы Баянов 4 жылга бас бостандыгынан айыруу, Сейитов 1 жылга бас бостандыгынан айыруу жазасына кесилди. 3-шилдеде Атырау облусунун Курмангазы аудандык соту кызмет бабына асыра пайдаланганы, касипкерликке заңсыз катышканы жана алаяктык аракеттер үчүн Курмангазы ауданы акиминин орун басары Тажыбаевди мемлекеттик кызметте лауазымдар аткаруу укугунан өмүр боюна айыруу менен 2 миллион 750 миң теңге айыппулга соттады. Курметтүү көрөрмендер, сиздер агенттиктин жана онун аумактык департаменттеринин 7-11 шилде аралыгында аткарган жумушу менен тааныс болдуңуздар. Арнайы жаңалыктар топтомасы экранда көрсөтүлгөн агенттиктин ресми сайтында жана әлеуметтик желилеринде жарыяланатын болот. Назарларыңызга рахмет. Жагымдуу жаңалыктар менен жүздөшөйүк.